Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен жүздескеніме өте қуаныштымын. Мен Алтын. Бүгін сіздермен тағы да мінекей әдемі фантазиямды қосып осындай аяқ киім тоқып шықтым. Сіздермен бөліскенге өте асық болдым. Сондықтан сіздерге бүгін осы аяқ киімнің тоқылу барысын үйрететін боламын. Сіздер де осы аяқ киімді үйреніп алып бір-екі рет қиналасыздар әрине. Сонан кейін өз фантазияларыңызды қосып, осындай әдемі аяқ киімдердің әлемде жоқ аяқ киімдер тоқып шығуларыңызға мен өте сенімдімін. Ол үшін бірінші менің каналыма тіркеліп, аямай лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдырып, біздің әрбір қазақтың қыздарынан қолынан келеді деген сенімдемін. Ендеше кеттік. Мінекей табанымыздың жіптерін өткізіп мен дайындап алдым. Бірінші, енді сол дайындаған табанымызда тоқуды бастаймыз. Моншақ, жаңағы моншақ, сарғыш моншақ, ақ моншақтарымызды дайындап алдық бір ненің ішіне. Енді табанымызды қыстырып тоқуды бастаймыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Тоқылу барысы өте оңай. Бір күнде 2 аяқ киім тоқып тастауға болады. Не сияқты емес бұл, ілмекбіз сияқты емес. Ілмекбізден де оңай негізі. Жақсы үйреніп алған кісілерге өздеріңізді фантазияларыңызды қосып, көрмеген аяқ киімдерді тоқып шығуларыңызға әбден болады. Біріншіден бұл несі тоқылу барысы сол 1-2 өрнек, бір сол жалпақ өрнек, өнен кейін байлап отырасыздар. Гүлді ары қарай өздеріңіздің қалаған жүрекше немесе неше түрлі гүлдер жақсылап тоқылу барысын үйреніп алсаңыздар, ары қарай өздеріңіз қарамай-ақ тоқып үйреніп алуларыңызға әбден болады. Мінекей бірінші біз жалпақ өрнек. Осылай ең бастапқыда аяқ киімнің екі шетіндегі ең бірінші аяқ киімнің ішінен бастаймыз. Мен алдыңғы видеоларда айтып өттім. Бұл аяқ киімнің жібі 70-80 см алсаңыздар болады. Сөйтіп алсаңыздар, неғұрлым ұзын алыңыздар. Ұзын алсаңыздар, қысқа болып, екі жұмыс болмайды. Ұзын алсаңыздар, артығын кесіп тастайсыздар. Неке моншағымызды бұл жерде моншағымызбен бірге өткіземіз, моншағымызбен бірге жалпақ өрім жасаймыз. Ең ортаңғысынан бастап отырып, ортаңғы жібінен бастап отырып. Бұл жерде біз қанша жіп өткіздік? 4 жіп, ар жағында 4 жіп, 8 жіп өткізіптік. Енді осы жібімізден, ең шеткі жібімізден біз байлаймыз, байлап отырамыз. 2 реттен. Енді сол жібімізге келесі жібімізді байлаймыз 2 реттен. Енді бұл аяқ киімде өздеріңіздің қалаған түстеріңізді талдап, бұдан да керемет әдемі моншақтармен безендіріп тоқсаңыздар, өте керемет әдемі аяқ киім шығады. Тоқып шығасыздар. Тағы да кісілер сұрап жатыр, мына табанды, жіпті қайдан аласың деп. Менің видеом бар. Сол жерде мұқият қарасаңыздар, сол жерде бәрі айтылған, қайдан алу керек. Енді менің өзімнің алатын жерім сол жерден. Сіздерде енді сол өздеріңізге ыңғайлы жерден алсаңыздар болады. Неки 3 бұрыштап тоқып алдық. Ең бастапқы бір жалпақ өрімнен кейін өстіп, жалпақ өрімді айналдырып, осындай өріммен байлау тәсіліменен
байлап шықтық. Мінекей 3 бұрыш болып шықты. Енді қайталаймыз. Өстіп екіден айландырып байлап отырамыз. Кішкене қысып, қаттырақ байлайсыздар. Байлаған кезде, сол кезде кішкене аяқ киімнің сапасы да жақсырақ болады. Егер бос болып қалса, созылып, бір түрлі болып көрінеді, созылып. Осындай таңгетке тоққан кезде осындай жібек жіп, жарқырайтын жібек жіп қолданған дұрыс. Неге үстіп 2 рет біз 2 қатарымыз тоқып алдық. Бұл негізі гүліміздің шеті, ең бастапқы. Тағы бір қатар тоқып шығамыз осылай. Екінші моншағымызды өткіземіз. Мына моншақтың ішіне бірдеңелер тұрып қапты. Сол үшін кішкене ашып, қазір жібіміз өтпей қалады. Жібіміз кішкене қалыңдау болып тұр. Міндетті түрде күйдіресіздер, күйдірмесеңіздер жіптеріңіз өтпейді. Осылай жіңішкелеп аласыздар. Жіңішкелеп алсаңыздар, қанша жуан жіп болса да моншақтың көзінен өтіп кетеді. Осындай тегін сабақтарды көріңіздер, үйреніңіздер. Бір моншақ өткізіміз керек екен. Ұмытып кетіппін. Ондай болып тұрады деп па? Ондай болып тұрады. Бұл жерде артық қоспайсыздар, кем алып тастамайсыздар. Сол
байлау тәсілімен екіден байлап отырасыздар. Осы видеодан жақсылап көріп алыңыздар. Кейін үйден өздеріңіз тоқып көресіздер. Біз жаңарақта екі жіпке бір ақ моншағымызды өткізгенбіз. Ол тура сол өрнегіміздің, гүл өрнегіміздің тура ортасы. Мына енді шет жағын тоқып жатырмыз. Осылай алдыға артыға екіден байлап, екі жібімізді алдыға артыға тоқып шығасыздар. Моншағымыздың кезегі. Енді келесі жағын тоқып алайық. Бастапқы жібімізден соңғы екі жібімізді байлап шығамыз. Негізі осындай өрнекпен кроссовка тоқып шығуға да болады. Қарап тұрсаңыздар өте оңай. Сол бір қайталанған өрнектер. Сол қайталанған өрнектермен біз неше түрлі әдемі гүлдер, әдемі сондай өрнектермен керемет әкем тоқып шыға аламыз. Неге? Соңына да жетіп қалдық. 3 моншақ өткізсек болды. Бір гүліміз дайын болады. Енді біз осы жерден гүліміздің пішінін жасаймыз. Ортасындағы ақ жіп өткізген жібіміздің бір ұясын алып, сол жақтағы ең бастапқы жібімізге байлаймыз. Айландырып байлаймыз. Қаттырақ кішкене. Екі рет байлаймыз. Соң келесі жібін айналдырып екі рет байлаймыз. Бір жағымыз болды. Енді екінші жағын тура сондай әдіспенен айналдырып байлап шығамыз. Ең соңғы гүліміздің ең соңғы бір-екі жібі қалды. Соны тоқып болсақ, екінші гүлімізді бастаймыз. Мінекей тоқып болдық. Енді біз мына жерде ең ортасынан
екі жіпті қалдырамыз. Екі жағындағы екі жіпті бір қолым сол қолымызбен ұстап, оң қолымызбен айналдырып, астынан айналдырып, бір жалпақ өрімнің жартысын тоқимыз. Әдеттегідей осылай күйдіріп аламыз да, моншағымызды өткіземіз. Мына жерде неге бір толық өрім жасаймыз. Ақ моншағымызды өткіздік. Жарты өрім жасап, енді бір сары моншағымызды өткіземіз. Енді оң жақтағы жібімізді тағы да сол екі жіпті қалдырамыз, ортасына жібіміз, тағы да бір жалпақ өрім жасаймыз. Сары моншағымызды өткізіп, тағы бір жалпақ өрім жасаймыз. Неге екінші гүліміздің бастапқы жіптерін тоқып бастаймыз. Бір қолдарыңызбен айналдырып отырасыздар, бір қолдарыңызбен сол бастапқы жіпті ұстап отырасыздар. Келесі ар жағының жібін солай тоқып аламыз. Кезек-кезек жіптерді айналдырып отырасыздар екіден. Айналдырып байлап отырасыздар. Осындай байлау тәсілі арқылы біз керемет гүлімізді тоқып шығамыз. Тура осындай әдемі гүл тоқимыз. Енді екінші гүліміздің ортаңғы моншағын өткіземіз. Екі бірдей жіпке өткіземіз. Енді тоқып бастаймыз. Екі рет айналдырып байлайсыздар. Осылай. Сол қолдарыңызбен жіпті ұстайсыздар, оң қолдарыңызбен байлап отырасыздар.
Енді моншағымызды өткіземіз. Алдыға, артқа бір қайтарып, бір моншақтан өткізіп отырасыздар. Мінекей 3 моншақтан өткізіп алдық. Оң жақ сол жағының. Енді біз сол жақ шетіндегі жібімізбен тура ортасындағы бір жібімізді осылай шетіндегі жіптерге байлап шығарып отырамыз. Келесі оң жағының жібін байлаймыз. Ортаңғы жіпті ұстап отырасыздар сол қолдарыңызбен. Оң қолмен әрбір жіпті айналдырып байлап отырасыздар. Тағы бір жалпақ өрім жасап алдық, жартылай. Енді ақ моншағымызды өткізіп, бір толық жалпақ өрім жасадық. Оң жағынан сол жағынан жалпақ өрім жасап, сары моншағымызды өткізіп аламыз. Өткізіп, бір жалпақ өрім жасаймыз. Енді оң жағынан бір жалпақ өрім жасап, сары моншағымызды өткіземіз. Тура ортасынан бір жалпақ өрім жасап, сары моншағымызды өткізіп,
Енді сол жағын ең бастапқы жіпке айландырамыз. Мінекей енді 2 гүлімізді тоқып болдық. Осындай 2 гүл шығады. Енді жартысын біз осындай өрнекпенен тоқып шығамыз. Енді жібімізді керісінше алып тоқимыз. Екі жағында 4-4 жіптен болып тұр. Мінекей бастапқы жібімізге 2-2-ден айналдырып отырамыз. Келесі бөлігі тура сондай әдіспен Мінекей осы аяқ киімді тоқып болайық дедік. Егер де осы жерден аяқтарыңыздың өлшеміне қарай қысып жатса, осы жерден тағы да 1-2 өрім тура осылай қылып қосып жүрсеңіздер болады. Енді мен бұл аяқ киімді өзімнің аяғыма өлшеп алғанмын. Тура келеді, сондықтан қоспаймын немесе алып тастамаймын. Өздеріңіздің өлшемдеріңізге қарай, егер қысып жатса қоссаңыздар болады. Кең болып жатса 1-2 өрімін алып тастасаңыздар болады. Енді осылай етіп біз 2 жіптен аяқ киімнің табандағы жібімізге осылай өткізіп аламыз. Не? Енді осы жерден қосып немесе алсаңыздар болады. Енді біз осы өткізіп алғаннан кейін бізге біз ілмек бізімізді күйдіріп, қыздырып алу керек болады. Өйткені табанның астына қарай осы жіптерімізді бір-бірлеп өткізіп тастауымыз керек. Өстіп қыздырып аласыздар ілмек біздеріңізді. Өздеріңіз ілмек біздеріңізді қайда қыздыратындарыңызды өздеріңіз шешесіздер. Осылай қыздырып алу керек болады. 2 жерден
аяқ киіміміздің астынан тесіп алдық. Енді осы жіптерімізді бір-бірлеп өткіземіз. Мінекей екі қатар қып жібімізді іліп алдық, өткізіп алдық. Енді осы жіпті біз осындай етіп күйдіріп аламыз. Күйдіріп аяқ киімнің табанының астына жапсырып тастаймыз. Мінекей осылай етеміз. Ештеңе етпейді, ешқандай сөтіліп кетпейді. Осылып жапсырып тастасақ болды. Мінекей білінбей қалады. Мінекей бастапқы өрнегімізді біз тоқып болдық. Енді өрге қарай қалған өрнегімізді бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жіптеріңіздің ұзындығы біршама кішкене ұзындау болу керек. Өйткені өр жағына аяғына дейін тоқуымыз керек. Кәдімгідей бір 60-70 сантиметрден алсаңыздар болады. Қазіргі мына тоқып жатқан аяқ киіміміз 37 размер. Болған мысалы 37-35 деген аяқ киімдердің размерлеріне қарамайсыздар, тоқылатын өрнектеріңіздің көп немесе аздығына қарайсыздар. Сондықтан егер өрнектеріңіз тоқылатын өрнектеріңіз көп болып жатса, кішкене көп болса, жіптеріңізді ұзындау алғандарыңыз дұрыс болады. Егер өрнектеріңіз шағын, аз болып жатса, жіптеріңіздің ұзындығын кішкене қысқартсаңыздар болады. Өздеріңіздің тағы да сол өздеріңіздің несіне қарайсыздар. Мінекей. Бұл жерде де біз 4 жіп қолданып отырмыз. Мінекей. Моншағымызды өткізгеннен кейін осылай айналдырып байлайсыздар. Енді мінекей бір моншағымызды осылай тоқып болдық. Енді екінші моншағымыздың кезегіне келеміз. Моншағымызды өткіземіз осы жіптерге. Мінекей. Кәдімгідей өткізген жібімізге бастапқы жібімізді айналдырып байлаймыз. Тура сол сияқты 4 моншақ өткіземіз.
Endi biz 4-chi monçağımızdan astı жағынан осы жерден ең шеткі жібімізді өткізіп аламыз бастапқы. Енді осы жібімізге айналдырып байлаймыз. Екінші жібімізді байлаймыз енді. Үшінші жібімізді байлаймыз. Енді жалпақ өрім. Бір жалпақ өрім жасадық. Аяқ киімнің сырт жағын тоқып алғанбыз, енді іш жағын тоқимыз. Сол өрнекпенен. Kүйдіріп аламыз, моншағымызды өткіземіз. Кезекті моншағымызды өткіземіз. Осылай күйдіріп алып. Енді біз аяқ киіміміздің алдыңғы бір кішкене бөлігінен алып, ең шет жағында жібімізді сол жерге іліп аламыз.
мінекей ең соңғы 4-ші моншағымызды өткізіп алып осылай тоқып алдық. Енді бір жібімізді айналдырып өткіземіз ең соңғы. Мінекей екі жақтағы екі жіптермен, 4 жіптермен біз ортасынан бір жалпақ өрім жасаймыз. Осылай. Үстінен астынан алып бір жалпақ өрімді жасап алдық. Енді қалғанына біз тағы да ұқсас моншақтарды өткізіп өрнектерімізді жасап бастаймыз. Оң жағында 4 жіп, ұқсас сол жағында 4 жіп. Енді ортасындағы мына өрнегімізді жасап бастаймыз. Ортасындағы мына жіпті біз шетіндегі сол жақтағы жіптерімізге осылай байлап, айландырып байлап отырамыз. Кезек-кезек. Енді оң жақтағы 4 жібімізбен сондай өрнек жасап шығамыз. Мінекей екі қатардан жасап алдық. Енді біз мына жерден бір жалпақ өрім жасаймыз. 4 жіппенен екі жібімізді ортасына қойып, екі жібімізді айналдырып, үстінен астынан айналдырып жалпақ өрімді жасадық. Жарты жалпақ өрім. Енді моншағымызды осы жерден ортасындағы моншағым, ақ моншағымызды өткіземіз. Мінекей толықтай бір жалпақ өрім болды. Жіптеріңізді кішкене тартып, қаттырақ ұстаңыздар. Енді сол жіпті оң жаққа, сол жаққа 4 жіптен бөлеміз.
Мінекей тура ортасында жіптен бастаймыз. Ең шеткі жіпті қалдырамыз. Енді ортасындағы жіпті өз-өзінен 2 өрім қылып байлаймыз. Мінекей. Bir sarı моншағымызды сол ең шеткі жібімізге өткіземіз. Екі жағына да өткіземіз. Алдымен жібімізді күйдіріп алайық. Енді сол өткізген моншағымызға әрбір 3 жібімізді кезекпенен 2 реттен байлап отырамыз. Мінекей, енді бір қатар жасаймыз. Осында жалпақ өрім жасап аламыз. Енді осы жерден біз келесі қазір мына жерден мен бір нәрсені дұрыс істемедім. Мұқият болыңыздар. Мінекей біз осы жерден жалпақ өрім жасайды екенбіз. Бір жалпақ өрім жасап алдық. Мен артық жіптер алып жүріппін. Кешірім өтінем. Енді осы жерден бастап бір жібімізді ең бастапқы жібімізге айландырамыз. Екінші жібімізді мінекей. Ортаңғы жібімізден аламыз. Шетіне қарай айналдырып өрімдер жасаймыз. Оң жағының ортаңғы жібі
Мінекей енді тағы бір жалпақ өрім, жартылай жалпақ өрім жасадық. Шеткі жібімізді қалдырамыз. Екінші жібімізден бастап осылай айналдырып, екі-екіден айналдырып байлап отырамыз. Өйткені шеткі жібімізге біз моншақ өткіземіз. Екі жағына екі сары моншағымызды өткізіп алдық. Мінекей. Енді осы жерден біз ары қарай тоқымаймыз. Осындай жалпақ өрімнен екеуін жасап аламыз. Енді жібімізді екі жаққа төрт-төрттен жібереміз. Осы бір жақ шетінен біз жалпақ өрім жасаймыз. Мынау енді оң жақтағы жібіміз. Екі жалпақ өрім жасадық. Екі жалпақ өрім жасап алғаннан кейін біз мінекей екі моншақ, төрт моншақ өткіздік, иә. Енді сол әрбір моншағымызға біз осындай жалпақ өрімнен жасап отырамыз. Екінші моншағымызға төрт моншағымызды өткізіп, жалпақ өрімімізді жасап болдық.
Мінекей біз мына жерден 9 жалпақ өрімді жасап алдық. Енді мінекей 9 өрімізді жасап болдық. Енді 3 қолымызбен өлшейміз. Өлшеп осы 3 қолдың астыңғы жағынан кішкене бер таман аламыз. Сол жерден өкше жағымыздың жібін өткіземіз. Екі жібімізді бір табанның жібінен өткіземіз. Енді осы табанның екінші өткізген жібінен қайтадан бірінші өткізген жіптерімізді сыртына қарай аламыз. Келесі тағы бір табанның жібінен қалған екі жібімізді сыртына қарай аламыз. Енді осы төрт жібімізден біз табанның арт жағындағы жалпақ өрімді жасаймыз. Мінекей біздің өріліп қойған жалпақ өрімізден бір жібімізді іліп аламыз. Көріп тұрсаңыздар, мен әрбір аяқ киім жасаған кезде осы жері бәрі бірдей болып тұрады. Осылай мен іліп аламын. Екі қатар болып тұрады. Әрбір екі жалпақ өрім жасаған сайын бір жібімізді осылай іліп отырамыз. Жібіміз де бітуге жақын. Міне күйдіріп алдық. Енді осы жақтағындағы, арт жағындағы моншақты өткізіп жалпақ өрім жасайтын боламыз. Өте оңай. Жалпақ өрім негізі өте оңай. Бір қарап-ақ үйреніп аласыздар. Біз бірінші сол моншақтарымызды өткізіп дайындап аламыз, қайта өткізіп жүргенше деп. Қанша
өрім жасаймыз. Соған лайықтап сонша моншағымызды бір-бірлеп мұқият болыңыздар. бір жалпақ өрім жасап, бір моншақты өткіземіз. Әрине мінсіз адам жоқ. Бәріміз жаңылып қалуымыз мүмкін. Ештеңе етпейді. Қайтадан бастап істеуге болады. Неге аяқ киімімізді тоқ болуға жақын. Енді осы жерден біз табыр 2 жалпақ өрім жасадық. Моншағымызды өткізуіміз керек. Міне жағырақтағы тоқылған әдіспен ұқсас осындай моншақтарымызды өткізіп аламыз. Әрбір 2 жалпақ өрімнен кейін бір моншағымызды өткізіп отырамыз. Егер де аяқтарыңыз толықтау болса, 1-2 өрімді алып тастайсыздар. Арық болса, 1-2 өрім қосып жесеңдер болады. Сосын табанның жібіне осы жібек жімізді өткізіп, астына қарай бізімізді қыздырып, алып күйдіріп, жапсырып тастайсыздар. Болды. Осымен аяқ киіміміздің тоқылу барысы аяқталды. Сіздермен бірге болған Алтын. Келесі видеода сіздер сұраған аяқ киімдердің тоқылу әдісін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.